Сіздер мен қазақша шахмат каналы және бүгін сіздерге видео енді ғана бастап келген шахматистарға ловушкаларды, тұзақтарды, гибридтарды көрсететін боламын. Ал біз бастаймыз. Бірінші ол ақымақтар маты осылай басталады. Ол дуракс гамбит деп аталады. Осы кезде тегін бергенде біз алмаймыз. Біз шах береміз, олар қорғанады. Осы кезде біз ферзь защитит, жиді, жеңіс и мат. Бұл начинающийға арналған ловушка. Бұның себебі көбісі ойнамайды. Себебі бірінші бұндай ловушка бар, бірақ та бірінші ауыр фигураны шығаруға болмайды. Және бұған көп адамдар негізі түспейді. Бірақ та басқа да қашып кететін жолдар бар. Бірақ та егер именно пешкамен жапса, онда жаман болады. Ал біз келесіне өтеміз. Келесі бізде балалар мат деп атайды. Балалар маты 3-ші сабақ видеосына қарасаңыздар болады. Менің 3-ші видеомнан ояқта балалар маты туралы айтылған. Бұл видеоға да тағы айтып кетейін. Балалар маты E4, E5-тен басталады. Және де біз ферзбен нападать етеміз, қорғанады. Біз ең әлсіз пешка, корольдің қасында тұрған ең әлсіз фигураны пешканы нападать етеміз. Олар бізге көбінесе оны замечать етпей, бізге нападать етуі мүмкін осылай ферзбен. И біз мат қоямыз. Негізі детский маттан құтылудың да жолы бар. Айтып өтейін. Детский матта бұл нападать етпей, жай ғана жолын жаба салуға болады. Одан кейін егер де олар тағы матқа өсірсе, одан кейін осындай слонды шығарып, мысалы осылай жүргеннен кейін сіздерге тағы да детский мат қоюы мүмкін. Ал олды болдырмау үшін сіздерге атпен жабу керек. Одан кейін ары қарай өздеріңіз нормальный матчты ойнап кетесіздер. Ал біз келесіне өтеміз. Келесі русский партия. Русский партия осылай басталады. Осы кезде оларды нападать етеді. Біз не істейміз деп ойлайсыздар. Видеоны тоқтатып отыра тұрыңыздар. Ана жерде тоқтатпаймын десеңіздер, 3 секундта тауып көріңіздер. 1, 2, 3. Бірақ айтайын, бұл да біз пешканы жейміз. Осы кезде олар жейді, және де біз нападать етеміз. Осы кезде олар любой жерге қашса, мысалы осылай шахпен олардың ферзін ұстасақ болады. Немесе осы кезде біз ладьясын ұстасақ болады. Бірақ та өтетін ол ферзь көбінесе, сол үшін ферзьді алуды алуды рекомендовать етемін. Ал егер де ладьяны қойсаңыз бәрібір де, бірақ та көбінесе егер де өзіңіз білсеңіз, осылай ферзь алуға тырысыңыз. Ал енді келесі гамбит стаффорда. Гамбит стаффорда русский партияға ұқсайды. Шынымды айтсам, русский партияға ұқсайды. Осылай басталады, жейді. Біз жемейміз русский партиядай. Біз жай ғана оларды нападать етеміз. Олар жейді көбінесе бұл видеоға. Біз оны жейміз. Енді бізде жаман позиция себебі екі пешка бір рядта алып қалды. Олар қорғайды пешкасын. Біз соны разбивать етеміз. Олар связка қойды. Типа біз ұттық болып сенің атын связкада. Біз осы кезде мықты ловушканы қолданамыз. Оны алдап кетіп, біз оны пешкасына жейміз. Олар бізге тегін ферзь деп жегенде, біз шах береміз. Қашқаннан соң мат алады. Ал егер де осы кезде ол жемей пешкамен жесе, біз оған шах беріп, ол жеген соң оның ферзін ұтып аламыз. Ал егер де ол жемеймін, қорғаймын десе, біз екіншісінде жеуін мәжбүрлетеміз де, ол жеген соң біз оның ферзін жеп аламыз.
осындай бізде русский партиядағы ловушкалар бар екен. Енді біз гамбит сафырдан кейін ең соңғы ловушкаға келеміз. Ол бізде итальянская партия. Итальянская партияны білу маңызды. Итальянская партиядағы ловушка, мен сіздерге бір ловушка көрсеткем итальян партиядағы. Ал бұл жақта начинающийға арналған итальян партиясы. Яғни мен итальян партиясы видеомда басқа ловушканы, ал мына видеода итальян партиясына екінші ловушканы. Себебі итальян партиясында өте көп ловушка бар. Бастаймыз. Осы хаттармен басталады. Сіздер сонымен немесе атпен бастасаңыздар болады, бәрібір. Көбінесе атпен басталады. Осы кезде суын шығарамыз. Оларды суын шығарады. Біз пешканы нападать етеміз. Көбінесе олар біздің пешканы нападать еткенде осындай ловушкаға түсіп қалады. Ал мен өзімнің итальян партиясындағы тағы да бір одан да күшті ловушка бар. Ол мен каналымда тауып көрсеңіздер болады. Жеке итальян партиясының видеосын мен оны рекомендовать етемін. Және егер де мықты шахматист болғарыңыз келсе, подписаться және қоңыраушағын басып, және де үлпілді басып кетсеңіздер болады. Егер де осының бәрін істесеңіздер, сіздер өте мықты шахматист боласыздар, өте мықты жетістіктерге жетесіздер. Сіздің медальдарыңыз бен кубоктарыңыз, дипломдарыңыз өте көп болады, сертификаттарыңыз. Бірақ та бұның бәрін алу үшін тек бір нәрсе ғана істеу керек. Ол осы YouTube каналға тіркеліп, үлпіл басып, және де қоңыраушаны басып кет. Егер де осының бәрін істесең, сен тегін барлық шахматтан ең мықты бола аласың. Көргеніңізге рахмет. Сау болыңыз.